Рассвет встречаем каждый день деп. Күн әгемна күн шығуын түсіріп отырмын. Бүгін бұлт болып тұр екен, сәл шығыс жақ. Күн шығыс. Азанғы 5 болып қалды уже. Ауылымыздың үстінен көрінісімен қырдың үстінде тұрмын мен. Қазір. Мынау баяғы Совет өкіметіндегі тас қора, бетоннан соққан қораға қалып кеткен. Жартысын бұзылған, жартысын бұзып алып кеткен бір нәрселер. Сондай неғын. Қасында тұрған біреу үй соққан. Ол да құлап қойған, тастап кеткен. Келесі мына жақта, мына жерде двухквартирный дом, екі жағында да хозяева бар, бірақ тұрмайды. Біреуінің малы менде жүр, біреуінде жылқы осяқты. О, ар жағында жатқан көлді көріп тұрсаңыздар, бұл ана жерде шығып атқан артезиан емес, қолдан шығарған ыстық су бар. Үйдің артында, оны кейін бір көрсетермін. Содан күні түні 50-лік трубадан напормен ұрып шығып жатады. 1306 метрден шығарған, 65 градус ыстығы. Мына үйдің артында ма? Осы үйдің артында, талдардың артында шығып жатыр. Осы жерлерде, талдардың артында мынау. Мынау ортада тұрған, ол да үй болған, бір тал тұрға. Қасында строение тұр. Ол жерде двухквартирный дом болған, ол жерде разрушение алған. Мынау бұл да двухквартирный, бір шеті жоқлап қалған. Мына ең соңғысы, шеткісі двухквартирный тоже дом, төртінші. Оцинковка менікі. Мына шеті бөтен басқа бір хозяйндікі. Мына загондар. Көршім. Ар жақта тағы да бір көршім бар. Арғайды. Обзор. Кетіп бартқан қойларым мына жерде шығар жүрген. Шаңғытып кетіп бар жатқан. Сіздерге көріне ме, көріне ме? Мына көрінді. Жарты сайда кетіп бар жатыр әйтеуір. Мына жағымыздың бәрі жусанына. Жап-жасыл болып жатқан жусан. Осы жусанды жеген малдың еті дәмді. 365 градус айналып,
Қайтып күнге келдік деп қойды. Әжептәуір көтеріліп қалды. Мен көмекшім. Мойнақ.